Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз сіздермен қазақ тілі 4-ші сынып 90-ші сабақты өтетін боламыз. Балалар, алдымен каналға тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы құстар туралы не білемін сат есімнің жіктелуі. Яғни бүгінгі сабақта өтетініміз мәтіндегі негізгі ойды анықтаймыз және мәтіннен жүкті жалғаулы зат есімдерді табып, сөздерді сөз құрамына талдай алатын боламыз. 28-ші жаттығуға қарайық, балалар, құстардың әңгімесі деген тақырып беріліпті бізге мәтін. Сол мәтінді алдымен оқып, ары қарай тапсырмаларды орындайық. Мен торғаймын, шиқ-шиқ. Адам тұрағына жақын келіп, қоныстанғанымыз қандай жақсы болды. Бізге адамдар жем, су беріп, қамқорлық жасайды. Мен қарғамын, қарқ-қарқ. Мынадай қалың қарда дән қайдан табылсын? Ағаш бүршігімен кепкен жеміс-жидекпен күн көре тұрамыз да. Мен сауысқанмын. Ей қас, сен жылы жаққа кетпеп пе едің? Қыс түскенде мұнда не қып жүрсің? Әй сауысқаным-ай, танымадың ба? Біз үй қаздарымыз ғой. Сен өзің неге жылы жаққа кетпедің деп сұрады қаз. Мен туған жерде қыстайтын отырықшы құспын ғой. Мен сияқты ала қарға, тоқылдақ, торғай, суық торғайлар да өз туған жерлерінде қыстайды, деді сауысқан. Енді бізге осы мәтін бойынша тапсырма беріліпті. Мәтіннің тақырыбы мен мазмұны бір-біріне сәйкес келе ме? Қандай ат қояр едің? Және мәтіндегі негізгі ойды анықта дейді. Мәтіннің тақырыбы мен мазмұны бір-біріне сәйкес келеді. Мәтіннің атын туған жерде қыстайтын құстар немесе құстар деп қойсақ та болады. Ал енді мәтіннің негізгі ойы туған жерде қыстайтын құстар туралы. Енді мәтіннен жүкті жалғаулы зат есімдерді теріп жазып, сөз құрамына талда дейді. Мәтін бойынша жүкті жалғаулы зат есімдер торғаймын, қарғамын, сауысқанмын, құспын. Түбірі торғай, мын, мен торғаймын, жүкті жалғаудың бірінші жағы. Екінші қарғамын, түбірі қарға, мын, бұл да жүкті жалғауының бірінші жағы жекеше түрі. Одан кейін сауысқанмын, түбірі сауысқан, одан кейін мын, мен сауысқанмын. Яғни бұл жерде жүкті жалғауының бірінші жағы. Құспын дегенде де тура сондай. Түбірі құс, құспын, яғни мен құспын. Жүкті жалғауының бірінші жағы жекеше түрі болады. Келесі 29-ші жаттығу. Жұмбақты оқып шешуін тап. Шұнтиып қос құлағы түнде көрер қырағы. Тікірейіп айдары егін жауын қырады. Тап қай құстың үпілі төрделулі тұрады дейді. Жұмбақтың жауабы балдар үкі, үкі құсы. Енді осы жұмбақтың шешуіндегі құс туралы білетініңді айт дейді. Үкі көптеген аңыздар мен ертегілердің кейіпкері. Бұл жыртқыш құстар, әсіресе түңгілік уақытта тіршілік етеді. Кеміргіштер мен жәндіктердің санын шектеумен қатар, үкілер әлсіз және ауру құстарды жойып, олардың генофондын нығайтуға әсер етеді. Сонымен қатар үкі қоқысы керемет органикалық тыңайтқыш. Олар зиянды жануарлардың санын азайту арқылы адамзатқа үлкен пайда келіп, табиғи тепе-теңдікті сақтайды. Келесі бізде 30-ші жаттығу. Тиісті жүктік жалғауын қойып, мәтінді көшіріп жаз дейді. Мен ең ақылды тоты құспын. Сендерге өзім жайлы айтып беремін. Біз 350-ге жуық түрімізбен дүние жүзінде ең көп тараған құстардың біріміз. Өмір жасымызда ұзақ. Яғни бірінші сөйлемге тоты құспын, одан кейін өзім жайлы айтып беремін, және де құстардың біріміз. Келесі 31-ші жаттығу шығармашылық үзіліс. Тоты құсқа мына сөйлемдерді айту үшін қанша апта қажет дейді. Кеш аға ет ұнамайды, етпен басқа құстар қоректенеді. Мен жемісті, жаңғақты, неше түрлі дәндерді жеуді ұнатамын дейді. Бұл жерде балалар бізде сөйлемде 15 сөз берілген. Енді бұл 5 аптаға дейін 12 сөзді үйрене алады. Сонда бізде тағы да 3 сөзді үйрену үшін 1 апта қосылады. Сонда тоты құсқа осы сөздердің барлығын үйрену үшін 6 апта қажет болады екен. Балалар, осымен бүгінгі біздің 90-ші сабағымыз аяқталды. Видео ұнаса міндетті түрде лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар балалар. Сау болыңыздар.